Искусство институтының улуг залында бүкін уға шапсық көздік болған. Республиканың саблық искусство деятелі композитор Татьяна Шалгинова музыканың айғы шытқынша яшыларға пазы шитерге мастер-класс ертірген. Ол Россия сеніндегі пазы пасқы шонар арылызыр оңдайлық симпозиумға шардылған. Аның өнпөгіні шоның көктеріглеріні қайық айландырары. Хакас шоны тізің бүкінгі тері кебірлік шаяшызын ұнтытпейнжа. Шатқын, хобыры, хомыс, ұх, пазы да пасқызының көн, республиканың кішек базы олық сценаларындалы испесің. Пасқы ханшерінде жұтып жатқан шонырда потерігілердің ойынаны морсынып, уға қанып шүредірлер пістің саблығы шайышы өмелерінің көздігілеріне. Искусство школаларында национальный теріглерінің терің танызырғы сақын жатқан шетерінің де саны шылдың шылға өсше. Олардың арасында олық таланттық олғаныр бар. Юра Шалгынов музыка колледжінің пастағы курстағы өгірінчізі хомысының ойнапшы. Пөз кішедігілерге шеткін шет ол 2010 жылды Ерфийский ойыныр чеңізшізі болып ұсқан. Аймақ шайышы марғыларының лауреады бұлша. Музыкальный школаларда балалар өнепшілер хомысының пасқа теріглеріне. Прайзы тарачылар көк тигр теріглеріне, хакас көк тигр теріглерін. Аның арамин сақаншы мұндылбас, мені дөк сабландарарым пістің хакас көк тигр теріглерін. Аның арамин сақаншам олар қашанда. Бұл шапсақ көздігді алыптығыны мұқтар қостырып азылығын көгілер ойналған. Че ол кейбірле фольклор оңдайының толдырылғынын тіпіл басың. Фортепианоның пазы хобырықтың алай пасқы да көктерінің бірге үнері саңай пасқы естілше, уға сілік таңныстық білтіше. Ол хакас шонаның кейбірлік шаяшызы академический искусствоның палғылыс боларында көзче.